Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бәрімізге белгілі банка басу сезоны басталды, сондықтан сіздерге өзімнің тәжірибемен бөлісуді жөн көрдім. Яғни атылмайтын, қытырлақ, ешқандай баптауды қажет етпейтін банка басу тәсілімен бөлісетін болам. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен осылай қиярларымды жуып алдым. Бұл көріп тұрғандарыңыздай үйде өскен қияр, яғни үлкейіп кеткен. Сондықтан қазір кесіп салатын болам. Обал болмасын деп осылай басып тастауды жөн көрдім. Тап-таза қылып осылай жуып аламыз. Содан соң табаққа салып, мұздай суға 3-4 сағат, 5-6 сағатқа қойып қойсаңыз да болады. Қаншалықты көп тұрған сайын ол қытырлап күшті болады да қиярларыңыз. Мен 3-4 сағатқа қойдым. Осылай тап-таза қылып жуып алдым да, екеуін 2 табаққа бөліп 3-4 сағатқа қойып қойдым. Оған дейін басқа шаруаларымды бітіріп алдым. Және де банкаларымды жақсылап жуып, осылай төңкеріп қойдым. Менде осынша банка ғана шығады, қанша 2 табақ қиярдан. Және зонтик укробымды, хренімді жуып тазалап, лавровый листімді, чеснок және сонымен қатар түйір бұрышымды дайындадым. 70% уксус керек болады, міндетті түрде 70% сапалы түрі және шекер и тұз. Сонымен қатар осындай қиярымызды дайындап процеске кірісетін боламыз. Банканы кәдімгі әдеттегідей монтоваркеге буладым, астына крышкаларын салып жіберіп, қайната бердім. Мен андай бүйтіп үздіксіз алып, қайнатып алып бүйтіп тұрмаймын да, тек қайната беремін, бірыңғай болды үстін, бірінен соң бірін алып көр дегендеріңізде банка әлі буланып. Осылай орналастырып, чеснок саламыз. 3-4 түйір, менде 2 литрлік банка, көріп тұрғандарыңыздай 3-4 түйірін саламыз. Және лавровый листтен 3 штук. Әркім кейбіреулер ұнатпауы да мүмкін, салмаса да болады. Және қиярымызды орналастырамыз. Осылай алма-кесек орналастырып аламыз. Көлем ешқандай бір порядок керек емес, өздеріңіз қалай солай сала бересіздер. Мен кесіп салдым біразын, потому что келмей жатыр да, ішіне ешқандай сыйымсыз болып жатыр. Осылай барлығын орналастырамыз. Және бұл жерде тұз, қантты, бұрышты, уксусты салмаймыз біріншісінде. Осылай бірінші барлық қиярымызды орналастырып салып алған соң, ыстық суымызды құйып 20 минутқа қойып қоямыз. Қайнап тұрған кәдімгі ыстық суымызды құямыз, су қайнап тұру керек. Осылай бетін крышкамды аламын да, бетін жауып 20 минутқа қойып қоям. Және тағы да бір айта кететін жайт, 1 литрлік банкіге барлығын осының шамалап саласыздар ғой, енді көлеміне қалай. Ал тұз, қанттарды, оларды бір қасықтан саласыздар. 1 ас қасықтан, 2 литрлікке 2 ас қасықтан. Міне осылай дайын болды. Дайын болған соң суымызды төгіп тастаймыз, бірінші суымызды. И содан кейін тұзды саламыз, қантты саламыз, уксусымызды саламыз. Осылай бірінші түйір бұрыштарымды салып алдым. Мен барлығын көз мөлшерімен істейтін байқап тұрсыздар. 5-6 түйір салсаңыздар болады. Және тұз 1 ас қасық, 1 литрлік банкіге 2 литрлікке 2 ас қасық. Қант 1 ас қасық, 1 литрлік банкіге 2 литрлік банкіге 2 ас қасық. Ал уксус 1 литрлік банкіге 1 шай қасық, 2 литрлік банкіге 2 шай қасық құясыздар. Осылай барлығын құйып дайындап алған соң, ыстық суды құйып, қайнап тұрған бетін крышкасын жабамыз да, крышканы қайтадан қайнатпай қойыңыздар, крышкасын жауып, басып тастайсыздар. Мен осылай закрывашкамен де пайдаландым, и былай кәдімгі брандалы қақпақпен де жаптым, потому что менде ана закрывашкамның қақпағы бітіп қалды, сондай басатын несіне. Екеуінде де дым жағылған жоқ, қазір күшті болып тұр. Осыны басып болғаннан кейін төңкеріп, андай тегіс матаны жайып, төңкересіздер да, бетін жауып тастайсыздар қалың бірдеңемен. Кейін болсын, көрпе болсын жауып тастап, 1 тәулікке қоясыздар, келесі күні қайттан апаратыны осылай қойып қоясыздар. Міне осылай дайын болды, тап-таза күшті болып шықты. Жақында біреуін ашып көрдім, кәдімгі қытырлап тұр ғой. Хрен бұл жерде қатты қытырлатады. Хрен деген күшті қытырлатады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша перец қосып жіберсеңіздер, капуста, помидор қосып жіберсеңіздер болады. Мен тек үйде қияр болғандықтан бірыңғай қиярды басып өте шықтым. Сіздерге осылай ең оңай банка жабу әдісімен бөлістім. Ұнаған болса комментарий қалдырып, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.